1992 жылы 4 маусымда тәуелсіз қазақ елінің мемлекеттік рәміздері алғаш рет бекітілді. Ал 2007 жылдың 4 маусымынан бастап қазақстандықтар бұл күнді мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекелей бастады. Мемлекеттік рәміздер мемлекеттің мызғымас негізінің бір бөлігі болып саналады. Тәуелсіздігін енді алған Қазақстан үшін рәміздерді қабылдау жеңіл болмады. Сондықтан дайындық жұмыстары мұқият жүргізілді. 1992 жылдың басында жоғары кеңестің төралқасы мемлекеттік символиканы дайындау бойынша жұмыс тобын құру туралы қаулы қабылдады. Нәтижесінде арнайы шығармашылық комиссия құрылды. Оның құрамына белгілі заңгерлер мен қоғам қайраткерлері кірді. Осылайша елтаңба, ту және әнұран жобаларын жасауға конкурс жарияланды. Рәміздер жобасын жасау конкурсына 600-ден астам адам қатысты. Мемлекеттік ту эскиздері бейнеленген шығармашылық конкурсына 1200-дей өтінім түскен. Сондай-ақ бұл байқауда болашақ елтаңбаның 245 сурет жобасы мен 67 кескіндемесі әрі әнұранның 750 нұсқасы ұсынылды. 1992 жылы өткен шығармашылық конкурста суретші Шәкен Ниязбеков салған мемлекеттік ту жеңіп шықты. Ал тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі елтаңбасы екі танымал суретші Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлихановтың қыруар еңбегінің жемісі болып саналады. Қазақстанның тарихында еліміздің мемлекеттік әнұраны екі рет 1992 және 2006 жылдары бекітілді. Шығармашылық конкурс аясында Қазақстан әнұраны музыкасы мен мәтініне байқау жарияланды. Нәтижесінде қазақ КСР гимнінің музыкалық редакциясын сақтау туралы шешім қабылданды. Осылайша тәуелсіз Қазақстанның алғашқы әнұраны музыкасының авторлары Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский және Латиф Хамиди болды. Сонымен қатар әнұранның үздік мәтініне жарияланған байқауда белгілі ақындар Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев және Жадыра Дәрібаева жеңіп шықты. 2006 жылы елімізде жаңа мемлекеттік гимн қабылданды. Оның негізі ретінде халықтың арасында кеңінен танымал «Менің Қазақстаным» әні таңдап алынды. Ол әнді Шәмші Қалдаяқов 1956 жылы Жұмекен Мәжмеденовтың сөзіне жазған болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев музыкалық туындының бастапқы мәтінін өңдеді. Ал 2006 жылы 6 қаңтарда Қазақстан парламенті палаталарының бірлескен отырысында мемлекеттік рәміздер туралы жарлыққа тиісті түзетулер енгізіліп, еліміздің жаңа мемлекеттік әнұраны бекітілді. Әлемде 262 мемлекет бар десек, соның 194-і тәуелсіздігін алған дербес ел болып саналады. Бұл мемлекеттердің өзіне тән туы және әнұраны бар. Осы рәміздер ненің белгісі? Мысалы, Табук шайқасында пайғамбарымыз ту ұстаушыларды өзі атап, ерекше атап айтқан. Және де олардың сауаптарын жеке айтқан. Сондықтан да шариғатта да осы туға, байрақ дейміз, ерекше мән беріледі. Әскер туға қарап шабуылға шығу керегін, немесе қорғанысқа көшу керегін бағамдаған. Сондай-ақ ол психологиялық қажеттілік. Мысалы, жау территориясына ту тігу бұл жеңістің белгісі болса, тудың жығылуы әскердің жеңілгенін білдірсе керек. Мұхаммед пайғамбардың туы 4 бұрышты болған дейді. Ақ түсті, я болмаса қара түсті, я болмаса қызыл түсті деген осы хабарлар келеді бізге. Жалпы жалау деген түсінік шариғатта күштің мағынасын білдіреді. Біріншіден күштің бар екендігі, екіншіден бұл намыстың бар екенін көрсетеді. Біздің Қазақстан Республикасының туы бүгінгі таңда барлық форумдарда, барлық жаңағы ең бастысы біріккен ұлттар ұйымының ауласында тігіліп тұрған өзіміздің тәуелсіз бір ел екендігімізді көрсететін бір белгі. Әрбір мемлекет, әрбір халық міндетті түрде өзінің рәміздерін қабылдайды. Құрандағы Шұғыра сүресінің 13-ші аятында сондай-ақ бір-біріңді тануларың үшін сендерді ұлттар, рулар қылдық.
шынында Алланың қасында ең ардақтыларың тақуаларың деген мағынада аят бар. Егер мен әнұран орындаған кезде мен қолымды жүрегіме қойып ол әнұранға құрмет көрсетсем, бұл осыған шүкіршілік жасау. Бұл оған бір табыну болмаса сыйыну емес. Әнұран да ту секілді мемлекеттің белгісі. Әнұран айтылғанда ел азаматының орнынан тұруы, өз еліне деген құрметі. Бұл құлшылық тағзымы емес, тыйым салынған тағзымға құлшылық ниетімен жасалған ишарат жатады. Мәселен, пұтқа табыну секілді. Ал бұл жерде өз еліңе деген құрмет әрі адамның қай ұлыстың өкіліне жататынын білдіретін амал болып табылады. Мемлекеттік рәміздерді қадірлеу әрбір сол мемлекеттің азаматының міндеті. Мың рет жаңағы мен қазақпын деп айғайлағаннан гөрі, мысалы сенің бір боксерің жаңа Америка құрама штаттарының ринигінде жеңсе, сол жерде көк ту желбіресе, сенің бүкіл рухың қайнап, жанып, жан артаудай атқылап шыға келеді.